Одан кейін графика дизайнері бір мамандық ретінде жата ма дейді. Әлде оның ішінде бөліп, соны бір мамандық ретінде жатқызамыз ба? Графика дизайнері деген вообще ол кім? Графика деген бейнелеу өнері, иә? Графика деген ол бейнелеу. Графика дизайнер деген оның ішіне иллюстратор да кіріп кетеді. Жоқ, дизайн түрлерін UI, UX кіреді, веб дизайн кіреді, SMM дизайн кіреді, фирменный стиль деген кіреді. Неге? Себебі оның барлығы графикамен жұмыс жасалынады. Ол жақта ешқандай анимация жоқ. Ол жақта ешқандай 3D жоқ. Болмаса ол жақта бір код жазбайсың. Неге? Бәрі қайтыр сызық, домалақ, шейптер, текст, түстер, настроение деген сияқты нәрселермен жұмыс жасалынады. То есть сіз графика дизайнері болып, SMM дизайнда жасай алатын болуыңыз мүмкін. И логотипте жасай алатыныңыз болуы мүмкін. Сосын жаңағы UI, UX, сайт дизайндары деген сияқты соның бәрін жасай алған болуыңыз мүмкін. Ал егерде енді біздің Қазақстанда соның бәрін жасай алсаңыз, жақсы да ол. Шетелде ол емес, даже логотип жасайтын адам ол бөлек болады. Былай по сути графический дизайн, но ол лого дизайнер да ол тек қана логотип жасайды. Үлкен компания болып жұмыс жасайды. Оның ішінде аналитик, маркетолог, стратегия деген сияқты сондай көп мамандардан құрылып айтып та ең соңында логотиптің идеясын шығарады да бір адам, бірақ сызбайды. Отырады да жаңағы лого дизайнерге береді. Ол сызып бере салады. Даже арт-директор деген нәрселер, креативный директор дегендер бөлек мамандықтарда қайсысы. Бірақ бізде Қазақстанда ондай қатты дамымаған. Сол үшін сіз и логотип, и баннер істей алатын болуыңыз мүмкін бір компанияға. Себебі неге? Оның бәрі графика дизайнеріне жатады. Сол үшін графический дизайнер деген ол кішкене үлкен тема. Шұқылай берсең шұқылана береді.